Қайырлы күн бәріңізге, қалайсыңдар? Бүгін Америкаға бару үшін қанша ақша керек, сол туралы айтып кеткім келеді. Өзімнің тәжірибем бойынша Америкаға бару үшін бірінші міндетті түрде тур виза алу керек. Тур виза $160 тұрады, теңгемен есептегенде где-то 60-70 мың теңгенің айналасында. Егерде бәрін өзің істейтін болсаң, егерде біреуге көмек сұрайтын болсаңдар, сол көмектескен үшін соған ақша төлейсің. Сол 10 мың теңгедей төлейтін шығарсың көмектескенге. Қанша болды сонда? 70-80 мың теңге. И плюс самолет Москва, самолет Нью-Йоркқа, Астана, Алматыдан ұшасыңдар пересадкамен через Москва, через Стамбул, через Германия арқылы ұшуға, через Киев. 120 мың, 150 мыңның айналасында тұрады. Прямой рейс жоқ Нью-Йоркқа. И 120 мың, 200 мыңның айналасында ғой самолет. 120 мыңнан басталып 200 мыңға шейін. Где-то средняя цена. Сосын қанша ақша болды сонда? 80 мың деп есептеш, виза алу и билет 200 мың. 280 мың, грубо айтқанда 280 мың. И дальше Америкаға келесіңдер, уже қыдырып. Америкада бір адамға квартира где-то $400-500 тұрады айына. Тамақ бір айға где-то $300 кететін шығар бір адамға. Сол бір ай Америкада болып, қыдырып, қарап кетулеріңе болады. $1,500-2,000 бір адамға спокойно жетеді. Но бірақ неғұрлым ақша көп болса, соғұрлым жақсы. Америкада дальнейший машина алатын болсаң, егерде үй алғың келсе Америкадан, егерде Америкада жұмысқа қалғың келетін болса, оның бәрін істеу үшін кішкене қаражат керек. Жұмыс іздеу үшін де қаражат керек. Мысалы, бір айдан артық тұра бастайтын болсаң, жұмыс жасамасаң, Америкада қиындау болады тұру. Ал бірақ туристический визамен жұмыс жасауға болмайды. Ал жұмыс жандай рабочий виза алу үшін тоже документтер жинау керек Америкада. Ал жинау үшін тоже ақша керек. Көп ақша болса жақсы. Ақшаң көп болса қалтаңда дейді ғой қазақта. Так что Америкаға келетін болсаңдар, $1,500-2,000 ақшамен келіп, бір ай қыдырып, демалып кетулеріңе болады. Сол, сұрақтарыңыз болса қойыңдар, комментарий жазыңдар, лайк басыңдар, инстаграмға қосылыңдар. Видеоны қарауға көңіл бөлгендеріңе рахмет. Аман сау болыңыздар, ауырмаңдар. Сендермен болған Асхат Америкадан.